Төртінші тарау. Бүгін таңертең не үшін ояндыңыз? Кешке көңіліңіз тоқ болып ұйықтағыңыз келсе, онда таңертең шешім қабылдауға дайын болып ояныңыз. Жорж Лоример. Таңертең жасаған бірінші жоралғы өте маңызды. Өйткені сол әрекетіңіз ақылыңызды жүгендеп, күннің өзге бөлігін басқарып кетеді. Эбен Паган, америкалық кәсіпкер әрі коучер. Жалпы таңертең төсектен не үшін тұруыңыз керек? Осыны бір сәт ойлап көріңізші. Таңертең не себепті оянып, не істеу үшін тұрасыз? Тәтті ұйқыңызды не үшін қиясыз? Өзіңіз қалаған соң тұрасыз ба? Әлде тұрғыңыз келмей, тұрмасқа болмайтындай уақыт жеткенше жата бересіз бе? Жұртқа ұқсасаңыз, оятқыштың жағымсыз дауысынан оянасыз. Төсектен зорға тұрасыз. Өйткені бір жаққа баруыңыз, бірдеңе істеуіңіз керек. Әлде кімге жауап беріп, тағы біреуіне қамқорлық танытуға тиіссіз. Көп адамға таңдау ықтияры берілсе, сізде таңдау еркі бар ма? Төсекте созылып жата тұрғанды таңдар еді. Әрине, ереже бұзуымыз қалыпты нәрсе. Іштей ояну қажет екенін біліп тұрсақ та, оятқыштың қайталау батырмасын басамыз. Алайда, қарсылығымыз ғаламшарға, белсенді, саналы өмір сүргеннен гөрі, төсекте аунап-қунап, тағы жата тұрсам деп едім, мен армандаған өмір осы деген белгі жіберетінін сезбейміз де. Көпшілігіміз күйбең тірлікке, әлеуетіміздің толық ашылмауына көндігіп кеттік. Шындығында бізге бұл ұнамайды. Жан дүниеміз күйзеледі. Жетістіктің, жетілудің, өзіңді дамытудың өзге деңгейі барын білеміз. Соған жете аларымызды да білеміз. Тіпті бір жерден аттап, баса алмай тұрғанымызды сеземіз. Тек орнымыздан қозғалу үшін не істеу керегін білмей далмыз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерте тұру туралы ақиқат. Ерте тұрған әйелдің бірі артық. Ерте тұрған еркектің ырысы артық деген мақалдың мағынасы біз ойлағаннан да әрі де болса керек. Соңғы минутқа дейін төсектен тұруды кейінге ысыра берсеңіз, онда былай деп ойлап көріңіз. Төсектен тұрғыңыз келмеуі, өмір сүруге қарсылық танытқаныңыз. Оятқыштың қайталау батырмасын басқан сайын, бүгіннің басталуына наразылық танытқаныңыз. Арман еткен өміріңізді құруыңызға қарсы болғаныңыз. Егер әр күніңізді қарсылықтан бастасаңыз, айналаңызда қандай кері тартпалық барын анықтап зерделеңізші. Оятқыш дыбысына, о жоқ, тұратын уақыт болыпты ғой, ояну керек, бірақ тұрғым келмейді, тұрмай-ақ қояйыншы десеңіз, мұныңыз шындығында өз өміріммен өмір сүргім келмейді, толыққанды ғұмыр кешуді қаламаймын дегенді білдірері сөзсіз. Күйзеліске түскен адамның көбі таңғы уақыт олар үшін ең ауыр кез екенін мойындайды. Үреймен оянады. Неге десеңіз, кейде жек көретін жұмысы үшін, кейде қиюы қашқан қарым-қатынасы үшін. Кейбіреулер айтарлықтай себебі болмаса да, өзін таңертең жайсыз сезінеді. Мұның бәрі күйзелістің кесірі. Күйзеліс адамның психикасы мен санасына қатты әсер ететіні белгілі емес пе? Ал таңғы көңіл күй күннің қалай өтетініне әсер етеді. Жүре келе бұл тұйық шеңберге айналады.
Уайым қайғымен оянған адам күні бойы сол уайымның әсерінен арыла алмай жүреді. Ұйықтар кезде алаңдаумен, күйзеліспен жатар болса, меланхолия үздіксіз жалғасып, үсті-үстіне қайталана береді. Мұндай кезде адам тұнық ой мен қуаттан, құлшыныс пен ішкі күйден айырылады. Ал мұның бәрі күн сайын нақты бір мақсатқа арналатын жан байлығы. Оянуға қарсылық таныту күн сайын ғаламшарға мен тұрмасам екен, өзім қалаған өмірді қалыптастырмасам екен, төсекте жата бергім келеді, ештеңені сезгім келмейді деген белгі жібереді. Егер таңертең қуанышпен оянсаңыз, бүгінгі мақсатыңыз айқын болса, онда міндетті түрде арман еткен өмірін сүргісі келетін жолы болғыш жандардың қатарына қосыласыз. Ең бастысы, осы әрекетіңіз сізді бақытқа бөлейді. Таңертең ояну тәртібіңізді өзгерту мен бүкіл өміріңізді өзгертесіз. Сөзіме сеніңіз деп мәжбүрлемеймін. Дегеніммен ерте тұрып өмірде көптеген жетістікке жеткен Опра Уинфри, Тони Роббинс, Билл Гейтс, Говард Шульц, Уэйн Дайер, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн, Аристотель сияқты және көптеген өзге адамдар сөзіме дәлел. Бәрінің атын атау мүмкін емес. Ешкім ешқашан бізге таңертең өмірге құлшыныспен тұру керек деп үйретпеген. Шын ниетпен оянған адам өмірін күрт өзгерте алады. Күн сайын жұмысқа кешікпесем, сабақтан қалмасам, өзіңізге мұқтаж туыстарыңыз бен жақындарыңызға көмектесуге кешікпесем болды деп, ақырғы минутқа дейін төсекте жата беретін болсаңыз, ал үйге келген соң, ұйықтар уақыт таянғанша тек теледидар алдында отырсаңыз, мен де солай етуші едім. Онда сізге сұрағым бар. Қалағаныңыздай арман еткеніңіздей лайықты денсаулық, бақыт, махаббат, байлық, жетістік, еркіндік деңгейіне жететіндей етіп, өзіңізді қалай қашан тәрбиелемексіз? Өмір туралы ойламау үшін жаттанды іс-әрекетті ойланбастан қайталай бермей, шын мәнінде қалағаныңыздай өмірді қашан сүресіз? Егер сіздің фәни дүниеңіз өзіңіз арман еткендей болуы мүмкін десе, сенер ме едіңіз? Өміріңізді өзгерту үшін бүгіннен артық күн болмас. Бұрынғы қалпыңыздан бас тартып, арманыңыздағы бейнеңізге айналуды бастаңыз. Сол адамға қалай айналуды қазір қолыңызда тұрған кітаптан артық үйрететін кітап жоқ. Қанша сағат ұйықтау жеткілікті? Адам қанша сағат ұйықтау керек деген сұраққа кез келген маман қандай да мөлшер жоқ деп айтары белгілі. Әр адам үшін ұйқы уақыты ерекше мезет. Сондықтан ол адамның жасына, тегіне, жалпы денсаулығына, денесінің шымырлығына, көптеген басқа қасиетіне тәуелді. Басқаша айтқанда, сізге тек 7 сағат ұйқы жеткілікті болса, онда бәз біреуге бақытты және өнімді өмір сүру үшін 9 сағаттан артық уақыт керек болуы мүмкін. Ұлттық ұйқы қорының мәліметтеріне сүйенсек, ғалымдардың зерттеуі бойынша тым ұзақ ұйқы 9 сағаттан астам. Адамның науқас екенінің белгісі екенін, түрлі ауру мен кездейсоқ жағдайлардың кесірі, кейде тіпті өлімге жеткізетін жайттар да кездескен.
сондай-ақ ұйқышылдықтың күйзеліске ұрындыратыны анықталған. Дегенмен әдетте бір-біріне қарсы келіп жататын сансыз зерттеулер мен сарапшылардың пікірінше, қажетті ұйқының мөлшері өте құбылмалы. Сондықтан нақты осынша сағат деп ештеңе ұсынбаймын. Оның орнына өзім жасаған тәжірибелерімнің нәтижесін бөлісейін. Оған қоса адамзат тарихындағы ең атақты, ақылды адамдардың ұйықтау әдеті туралы айтайын. Бірден ескерте кетейін, менің кейбір идеяларым мен түйген ойларым күмәнді көрінуі мүмкін. Сергек оянудың тәсілі. Аз ғана ұйықтаған соң. Әр түрлі уақыт аралығында ұйықтап көріп, әрі таң шапағаты тәсілін қолданып, менің теориямды сынақтан өткізіп жүрген көптеген адаммен сөйлесіп анықтағаным. Ұйқының денені сергітуіне адамның қанша сағат ұйықтасам деген жеке ұстанымы әсер етеді екен. Яғни ояна салғанда өзімізді қалай сезінгеніміз көп жағдайда қанша сағат ұйықтағанымызға емес, ойымызға, көңіл күйімізге байланысты екен. Жете түсіндірейін. Мысалы, жақсы ұйықтап тұру үшін 8 сағат керек десеңіз, ал өзіңіз түнгі 12-де жатып, таңғы сағат 6-да тұруға мәжбүр болсаңыз, жатар алдында, қап, әттеген-ай, небәрі 6 сағат ұйықтайтын болдым. Кем дегенде 8 сағат ұйықтауым керек қой. Таңертең ұйқым қанбай, шаршап тұратын болдым-ау дерсіз. Оятқыштың дыбысын естігенде қайтесіз. Көзіңізді тырнап ашып, тұру керек деп ойлайсыз. Сол сәтте бірінші ой қандай болмақ? Жатар алдында ойлағаныңыздай, Құдайым-ау, бар жоғы 6 сағат ұйықтадым, ұйқым қанбады. Бұл сәуегейлік сияқты, өз басыңызға өзіңіз қайғы шақырасыз. Таңертең ұйқым қанбай шаршап тұратын болдым-ау десеңіз, дәл солай боларына еш күмәніңіз болмасын. Сергек әрі жақсы демалып тұру үшін 8 сағат ұйықтауым керек деп, алайда содан сәл аз ұйықтасаңыз, өзіңізді жақсы сезіне алмайсыз. Ұстанымыңыз бен ойлау жүйеңізді өзгертіп көрерсіз. Жан мен тән арасындағы байланыс аса маңызды. Сол себепті өміріміздің әр саласына жауапкершілікпен қарауға міндеттіміз. Әрі неше сағат ұйықтағанымызға қарамастан, күн сайын сергек, көңілді оянуға да тиіспіз. Әр түрлі уақыт аралығындағы ұйқыны зерттедім. 4 сағаттан 9 сағатқа дейін тағы бір өзгеріс енгізер жағдай. Кеш батқанда өзімді неше сағат ұйықтайтыныма қарамастан, таңертең сергек тұратыныма сендіруім керек. Басында әркелкі уақытта ұйықтап жүрдім. Түнде осынша уақыт ұйқымды қандыруға жетпейді. Ұйқы сұрайтын болдым деп айтатынмын. 4 сағаттан соң шаршап әрең ояндым. 5 сағат ұйықтаған кезде де шаршаңқы болып ояндым. 6 сағаттан соң да. Өздеріңізде түсінген боларсыздар. Ұйқым қанбай селқос ояндым. 7 сағаттан, 8 сағаттан, 9 сағаттан соң да. Қанша сағат ұйықтасам да, таңертең оятқыш шырылдағанда, қандай күйде оянуыма, жай күйіме еш әсер болмады. Сосын тәжірибемді жалғастырдым. Бұл жолы жатар алдында ертең сергек, күш қуатым тасып тұрамын деп сендірдім. Осы түні маған 5 сағат ұйықтауға мүмкіндік бергені үшін тағдырыма алғысым шексіз. 5 сағат. Таңертең өзімді сергек,
тың сезінуге әбден жеткілікті уақыт. Менің организмім неше түрлі ғажайыпқа қабілетті. Солардың ең кішкентайы 5 сағат тыныш ұйықтағанда жинайтын күш қуатым. Шынайы өмірімді ниетіммен қалыптастыратыныма сенімдімін. Сондықтан таңертең тағдырыма мейлінше риза қалпымда келер күнді сергек әрі қуанышпен бастаймын деген нұсқаны таңдаймын. Түсінгенім, неше сағат ұйықтасам да мейлі 9, 8, 7, 6, 5 немесе 4 сағат ұйықтар алдында өзіме осы уақыт тынығуыма әбден жеткілікті десем, таңертең күш қуатым тасып, бұрынғыдан жақсы күйде оянамын. Сөзіме сеніңіздер демеймін, тәжірибе жасап көріңіз. Сонда қанша сағат ұйықтаған абзал? Оның анығын өзіңіз білерсіз. Егер ұйықтау мен ояну сізге қиын болса, ендеше Шон Стивенсонның ақылмен ұйықта. Дұрыс ұйықтап, тәнің мен денсаулығыңды жақсартып, өмірде зор жетістікке жеткізетін 21 кеңес деген кітабын оқуды ұсынамын. Жан жақты ғылыми зерттеулерге сүйене отырып, жазылған ұйқы туралы ең тамаша кітап. Құпия, яки әр атқан таң үшін жаңа жыл келгендей қуану. Шынайы бақытты болып оянған таңыңызды еске түсіріңізші. Бәлкім, асыға күткен демалысқа шығып, алысқа аттану үшін таңғы рейске үлгеру керек болған шығар. Бәлкім, көптен күткен жұмысқа орналасқанда асыққан алғашқы күніңіз, не мектепке баратын алғашқы күн, яки үйлену тойыңыз өткен күн, не туған күніңіз. Шынымды айтсам, балалық шақтағы жаңа жыл қарсаңында оянатын таңнан артық ерекше толқитын күн есімде қалмапты. Бәлкім, сізде де солай шығар. Қалай болғанда да ояна сала, қатты қуанған күніңізді есіңізге түсіріңізші. Сол күні төсектен сүйретіліп, әрең тұрып па едіңіз? Әй қайдам! Тұра сала өзіңізді сергек сезініп, бақытқа бөленеміз. Атып тұрып көрпені лақтыра сала, сол күнді қарсы алуға құлшынамыз ғой. Ал енді күн сайын солай болатынын елестетіп көріңіз. Мүмкін емес деймісіз? Әбден мүмкін. Таң шапағаты әдісі негізінен сондай күйді сезінуге арналған. Ең сергек қалпыңызда асқан қуанышпен ояну тәжірибесін іс жүзінде жүзеге асыру. Бір рет емес, күн сайын осылай оянуды әдет қылу. Күн сайын төсектен белгілі бір мақсатпен тұру керек болған соң ғана емес, шын ынтаңызбен оянғыңыз келіп, күнде оянуға арнайы уақыт бөліп, өзіңізден экстраординар, толыққанды, көңіліңіз толатын өмірді таңдайтын адамды тәрбиелейсіз. Таң шапағаты әдісі бүкіл дүние жүзінде мыңдаған адамға көмектескен тәсіл. Сіз бен біз сияқты адамдарға тигізетін септігі өте зор.